құрметті қалайсыздар? Сәлем достар, сендермен мен Нұрас блогер. Және біз Рейбас 2 деген ойын ойнайтын боламыз. Бұл қандай ойын екенін әзірге білмеймін. Қазір қараған кеш барат түні, яғни шағбан айының 15-ші жұлдызы сәуірдің 20-сына тұспа тұс келеді екен. Өте қасиетті. жарыс қызық. Алла тағала бүкіл тілектерімізді беретін күн, талап тілектерімізді әрине ықыласпен, шын ниетпен Құдай тағаладан сұрасақ болады. Және пайғамбарымыз шағбан айының 15-і түнін, яғни барат түнін құлшылықпен таппай жүргендер бар ма екен? Шипа сұрасын, дауасын берейін. Қаңғырып жалғасады. Маманы рекламаны жоқ қой жерге бола ма? Шығатын. Басқаша болып шығады.
Қалай, жағдай жақсы ма, не істеп жатсыңдар? Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, қалайсыздар? Ескертіп қояйын, бәлки біріміз білмеспіз дегендей, иншалла бүгін емес ертең, яғни 19-нан 20-сына қараған кеште жұмадан сенбіге қараған кеш барат күні, яғни шағбан айының 15-ші жұлдызы сәуірдің 20-сына түскен келетін өте қасиетті Алла Тағаланың күл күнәні жойып күл тілектерімізді Шағбан айының 15-сі, яғни барат күні, түнін құлшылықпен, күнін оразамен өткізіңдер. Сол түні Аллах Тағала кешірім сұрап истиғфар дейтіндер бар ма екен? Күнәсін кешірейін. Кімменен ризық сұрағандар бар ма екен? Дертіне таппай, дауа таппай жүргендер бар ма екен? Шипа сұрасын, дауасын беріп, қадірін жармасын. Ақша беретіндердің және жүрегінде күйік бар дұшпандық сақтағандардың сиқырмен айналысатын сараңғықа салынатын кісілердің егер тәубе қылмаса олардың Аллах осындай жаман істерден ада болып тәубе қылайық бауырлар. Барат күніне Алла Тағала аман-есен жеткізсін, тілектеріңіз қабыл болсын иншалла. Қалай, жағдай жақсы ма, не істеп жатсыңдар? Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, қалайсыздар? Ескертіп қояйын, бәлки біріміз білмеспіз дегендей, бүгін емес ертең, яғни 19-нан 20-сына қараған кеште жұмадан сенбіден қараған кеш барат күні, яғни шағбан айының 15-ші жұлдызы сәуірдің 20-сына түскен өте қасиетті Алла Тағаланың күл күнәні жойып күл тілектерімізді ықыласпен шын ниетпен Құдай Тағаладан сұрасақ бауырлар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі Шағбан айының 15-сі түнін, яғни барат күні, түнін құлшылықпен, күнін оразамен өткізіңдер. Сол түні Аллах Тағала кешірім сұрап истиғфар дейтіндер бар ма екен? Күнәсін кешірейін. Кімменен ризық сұрағандар бар ма екен? Ризығын берейін. Дертіне таппай, дауа таппай жүргендер бар ма екен? Шипа сұрасын, дауасын беріп, қадірін жармасын. İnşallah sultan kuşundan eyvallah eylesin bауырлар. Күндізін оразамен өткізейік. Өте қасиетті түн берілген. İnşallah соны ескеріп қойып жатып, әрине бұл күнде ата-анасына қарсы келгендер, ішімдік ішкендердің, өсімге ақша беретіндердің, сиқырмен айналысатын, сараңғықа салынатын кісілердің егер тәубе қылмаса, олардың дұғалары қабыл болмайды екен.
бізді